Армысыздар, құрметті оқушылар, құрметті шәкірттер, сіздермен бірге байланысты мен Әлібек ағай және де Қазақстан тарихымыздың кезекті видео сабағы. Бүгінгі тақырыбымыз 19 ғасырдағы білім мен ғылым. 19 ғасырда жалпы білім қандай болды, мектептер қандай болды, медреселер қандай болды, университеттер қандай болды, ол университеттерде қандай тарихи тұлғалар оқыды, осының барлығын сіздермен бірге сыр шертетін боламыз. Ендеше көпке созбай-ақ сабағымызды бастайық. Бүгінгі тақырыбымыз білім мен ғылым және де қандай мектептер болған екен. Жалпы айтқанда, құрметті оқушылар, 19 ғасыр мен 20 ғасырдың бас кезеңіне дейін Қазақстанда білім берудің екі түрі болды. Ол қандай түрі десеңіздер, ол діни және зайырлы мектептер болған болатын. Діни мектептер енді түсінікті. Мына суретке назар аударатын болсаңыздар, мынау міне діни, діни ұстаз, діни бағыттағы мектеп. Яғни мынау оқушылар діни бағыттағы мектептегі ұстаздан тәлім алып жатыр. Ал мынау зайырлы, АВ деген әріптерді үйреніп жатыр, және зайырлы мектепке баратын оқушылар. Яғни бізде сұрақ болады, 19 ғасырда Қазақстанда халыққа білім беру қандай бағытта жүрді десеңіздер, екі бағытта, діни және зайырлы. 19 ғасырдың орта кезеңіне дейін қазақ балалары мектептер мен медреселерде мұсылманша білім алды. Және де молдалар оларды оқытқан болатын. Бізде сұрақ болады, қай кезеңге дейін балалар мұсылманша білім алды және олардың ұстаздары молда болды десек, бұл 19 ғасырдың орта кезеңіне дейін болған болатын. Мысалға, біз білетін Абай Құнанбаев, Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің барлығы осы алғаш рет молдалардан хат таныған болатын. Ал енді бір-бірлеп сөйлеп өтсіңдер. Олжабай. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құлху Аллаху ахад. Аллаху самад. Лам ялид. Ва лам. Олжабай. Ихлас сүресінен шатаса отырсаң, мен саған не дейін еді? Енді Қазақстанда сол кезде қазақ халқыларының ішінде медреселердің беделі күшті болды. Медреселер кімдерді даярлады, кімдерді оқыды десеңіздер, медреселер болашақ молдаларды, яғни болашақ имамдарды, мешітке қызмет ететін тұлғаларды дайындады, және де мұғалімдерді даярлаған болатын. Медреседе оқу 4 жыл, яғни қазіргідей 11 жыл оқымайсың, медреседе 4 жыл оқысаң болды, және де ұстаздыққа 40-тан астам адамдар ғана қабылданатын болады. Біздің тілмен айтқанда грант қой, яғни 40-тан астам адам ғана ұстаздыққа қабылданған болатын. Енді молдалар оқытуды ата-ана қаржы есебінен жүргізген болады. Яғни молдалар оқытуды, мен балам молда болғысы келеді, осындай молданың тәрбиесінен өтсін деген ата-аналар үлкен қыруар ақша төлеу керек болған болатын. Және де мұсылман мектебінде ер балалар ғана оқыған болатын. Назар аударсаңыздар, мына суретке назар аударайықшы тағы да. Көрдіңіздер ме? Мына жақта қыз бала жоқ, мына жақта екі ер бала отыр. Неге ер бала отыр? Өйткені медреселерде тек қана ер балаларды ғана оқытқан болатын. Жаратылысын заңдылығы бойынша сұйық зат тек өзінен төмен жерге ағады ғой. Сондықтан бұл тәжірибеде біз сұйық затты пайдалана алмаймыз. Дұрыс. Жарайды, оған келісемін. Алайда біз жоғарыдан қысымды түсіру арқылы сұйықтықты көтере аламыз ғой. Оның да дұрыс. Ол да бар. Сондықтан бізге қысымның көзін табу қажет. Дұрыс. Батыс пен шығыстың даналығы, айырмашылығы осында. Бізде материалдық ұғым қашанда екінші орында жүреді. Жоқ, досым, сенімен келіспеймін. Шығыстың пәлсапалық көзқарасы ислам әлемінен бастау алғанымен, ғалымдарымыз аспан әлемі, алхимия және дүние бөлшектері туралы түрлі өткір ойлар айтты. Сондықтан шығыстың көзқарасын жан-жақты деп айтар едім. Ұстаз келе жатыр.
Ал кейін ашылған Зайырлы бағытта мектепте уже міне қыз балада оқытылған болатын. Сен бірінші рет келдің, шулай ма? Сен ше? Сабақны башлайық. 3-4. Сен көптен бері бізге соқпадың ғой, Махамбет. Не айтқың келетінін білем. Исатай жөнінде ғой. Келесі. 1867-68 жылдағы әкімшілік реформалар бойынша мектептер мен медреселерді ашу үшін уезд бастығының арнайы рұқсаты керек болды. Бізде сұрақ болды. 1867-68 жылы уақытша ереже бар емес пе? Сол уақытша ереже бойынша мектептер мен медреселер үшін кімнің рұқсаты керек болды? Уезд бастығының арнайы рұқсаты керек болған болатын. Және осындай медреселер, уезд бастығының рұқсатымен ашылған медреселер бізде Семей, Ақмола, Петропавл, Орал, Көкшетау сияқты қалаларда ашылған болатын, және сол қалаларды балаларды оқытты. 1870 жылдан бастап заң өзгерді. Ресей империясы айтты: так, Қазақстанда медреселерді оқытады екен, көп балалар медресеге барады екен. Енді медресеге 1870 жылдан бастап новый ереже енгіземіз. Осы ереже бойынша медреселерді сондай-ақ араб тілінен бөлек, қазақ тілінен бөлек, сондай-ақ орыс тілін үйрету керек деді. Міне 1870 жылдан бастап патша үкіметінің бастамасы бойынша медреселерге міндетті орыс тілін негіздерін үйрету енгізілген болатын. Мысалға біздің мектептерде қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі оқытады ғой. Ағылшын тілі міне көрдіңіз ме, қазір заманауи сай. Сол кезеңде араб, қазақ тілінен бөлек еще орыс тілін оқыту енгізілген болатын. Енді 20 ғасырдың басында, құрметті оқушылар, бізде мұсылман мектептерінде реформала бастады. Реформа деген өзгерістер ене бастаған болатын 20 ғасырдың басында. Бізде мұсылман мектептерінің реформалары басталып, жаңа әдістемелік мектептер пайда бола бастады. Уже бұрынғыдай медреселер емес мұсылман мектептерінде, бұрынғыдай молдалар емес, уже жаңа әдістемелік мектептер ашыла бастады. Және де осындай әдістемелік мектептерді ұйымдастырушы, бұл негізін қалаушы жәдитшілер болды. Ал осы жәдитшілердің негізін қалаушы кім болды? Гаспринский болды. Құрметті оқушылар, ұбт базасының сұрақ болады. 20 ғасырдың басында жаңа әдістемелік мектептерді кім шығарды десеңіздер, жәдитшілер шығарды. Осы жәдитшілердің негізін қалаушы, негізгі тарихи тұлғасы кім десе, міне мынау тұлға, бұл бізде Гаспринский болған болатын. Енді осы Гаспринский Тәржіман деген газет арқылы жаңа әдістемелік мектепті насихаттаған болатын. Міне осы, енді ол кезде түсініңіздер, құрметті оқушылар, Threads жоқ, Instagram жоқ, TikTok жоқ, Telegram жоқ, реклама жасау керек, сондықтан да Тәржіман деген газет қолданылған болды, және осы газетке жаңа әдістемелік мектепке келіңіздер. Осы жаңа әдістемелік мектеп, бұл мұсылман мектептерінің жаңа түрі, осында оқыңыздар деп үгіт насихат жүргізілген болатын. Бізде ұбт базасында сұрақ болды. Яғни Гаспринский қандай газет арқылы жаңа әдістемелік мектеп насихат десеңіздер, Тәржіман газет арқылы насихаттаған болатын. Енді осы жәдитшілер ұсынған мектепте қандай пәндер оқытылды десеңіздер, қараңыздар, арифметика, география, жаратылыстану, тарих сияқты зайырлы пәндерді оқыту қажеттілігін дәлелдеген болатын, құрметті оқушылар. Енді 1900 жылы осындай ең алғашқы жаңа әдістемелік мектеп, жәдитшілердің ең алғашқы мектебі Түркістан қаласында ашылды. ұбт базасының сұрақ болды. Осындай Қазақстанда ең алғашқы жаңа әдістемелік мектеп қашан ашылды десеңіздер, 1900 жыл деп жауап береміз. Қай жерде? Түркістан қаласында ашылған болатын. Енді кезекте біз, құрметті оқушылар, Бөкей ордасының ханы Жәңгір ханға келейік. Енді қараңыздар, біз Исатай мен Махамбеттің көтерілісін өткен кезде, Исатай мен Махамбеттің тақырыбын, видео сабағын көргенде, әлбетте Жәңгір хандан жының кіріп кетеді андай. Хан емессің, қасқырсың, қарабасты басқұрсың, хан емессің, жылансың деген сияқты андай жының келеді. Бірақ та басқа қырынан қарайтын болса, Жәңгір хан жалпы Бөкей ордасында, Қазақстанның батыс аймағында білім саласында, ғылым саласында, медицина саласында үлкен еңбек еткен болатын. Және ол қандай еңбек десеңіздер, қараңыздар.
1835 жылы Жәңгір хан ішкі ордада, яғни Бөкей хандығында мешіттер салдырды. Ойлаңыздаршы, сен Ресей империясының қол астында жұмыс істейсің, сен Ресей империясының адамысың, бірақ та Бөкей ордасында сен мешіт салып жатсың. Окей. 1841 жылы Қазақстан жерінде ең алғашқы зайырлы мектепті осы кім ашқан болатын? Жәңгір хан ашқан болатын. Енді мен бағанаға презентацияның ең алғашқы бетін өткім келіп тұр, құрметті оқушылар. Қараңыздаршы, біз презентацияның ең алғашқы бетін не айтқан болатынбыз? Қазақстанда мектептің екі түрі болды. Біреуі діни, екіншісі зайырлы. Енді діни мектептер анау Әл-Фарабидің кезінен бар да, ал енді зайырлы мектеп қашан пайда болды? Зайырлы мектепте қыз бала да оқиды, ер бала да оқиды. Ол жақта жаңағындай енді қалаған адам шамасы жетсе оқиды, дұрыс па? Енді осындай зайырлы мектепті ең алғаш Қазақстанда кім ашты, қашан ашты десеңіздер, міне осы сұрақтың жауабы Жәңгір ханнан табамыз. Жәңгір хан осындай ең алғашқы зайырлы мектепті 1841 жылы ашқан болатын. Түгел біттік. Енді мұнараның сыртын сылау ғана қалды. Құдай қаласа, айтқан мезгілді бітіреміз. Тездеткендерің дұрыс. Игі жақсылар, қала салдырамын дегенім қағаз бетіндегі бош шимай құр айтыла салған әңгіме емес. Мына көше-көше боп бой түзей бастаған үйлерді өз көзімен көрсін деп сіздерді шақырып отырмын. Әйтсе де қысқажып көрмеуге келмей жатыр. Айтылған мерзімде аурухана мен мектеп құрылысын бітіріп, қала сыртына жәрмеңке салу үшін қосымша қаржы керек боп тұр. Сол үшін мен түсінер деген ниетпен қол астымдағы ағайынға қолқа салуды жөн көріп отырмын. Алым салық жинауды өздеріңізге жүктемекпін. Ол сөз боп бақан ем, жинаймыз. Енді Жәңгір хан сондай қолының астында халықтың балаларын оқыту үшін Орынбордағы Неплюев деген кадет корпусынан 10 орын беруіне қол жеткізген. Яғни айтқан болатын, менің Бөкей ордамда өмір сүретін, қол астында жұмыс істейтін халық бар, сол халықтың обязательно жылына бір рет 10 орын маған берілсін. Сол менің Бөкей ордасында қызмет ететін жас балалар сол жаққа жаңа Неплюев кадет корпусына оқысын. Енді айтқанда 10 грант ұтып алған ғой, 10 грант мысалы Неплюев кадет корпусынан ұтып алған болатын. Енді Жәңгір хан тек қана білім саласында емес, сондай-ақ денсаулық саласында үлкен үлес қосты. Яғни денсаулық сақтау саласында Жәңгір хан бізде жұқпалы ауруларға қарсы егу практикасын енгізген болады. Арбадан түсіңдер, арбадан түсің. Сағаттық, ішінек қолдан шаржадан. Фатима ханым. Махамбет. Сау саламатсыз ба? Сізні де көрісе күнім бар екен. Сізні көруіме қуанам. Фатима ханым шешектен құтқаратын болды деп, ел жұрт разы болып жүр. Біз далада ердік, прививка ясадық. 2304 кіші. Мұнда есімі һәм еш жазылған. Қызынан профессор келді. Язмаларына сұрады. Мен өзім алып келем деп айттым. Лекция оқиым. Неше башланды білесіз ме? Сондай-ақ, құрметті оқушылар, Жәңгірдің күш жігер жұмсау арқасында ішкі ордада не ашылды десеңіздер, ішкі орда дегеніміз Бөкей ордасы аурухана мен дәріхана ашылған болды. Ойлаңыздаршы, аптека, больница, одан кейін жұқпалы ауруларға қарсы егу осы Бөкей ордасында ашылған болатын. Жәңгір хан, Исатай Махамбетке қарсы шыққан үшін бір оңбаған тұлға шығар, бірақ та мәдени саласына келген кезде үлкен үлес қосып жатыр. Қазақстан тарихына жаңадан бір мәдениеттің көркін келтіріп жатқан жайы бар. Енді Жәңгір хан сондай іс қағаздарын жүргізу тәртібін енгізіп, жеке өзінің мұрағат қызметін құрған болатын. Яғни кімге мен хат жібердім, давайте архив жасаймыз. Кімге маған хат жіберді, соған архив жасаймыз деген сияқты өзінің мұрағат қызметі құрылған болатын. Енді Жәңгір өзінің осындай істеген еңбегінің арқасында Ресей империясының керемет бір жаңағындай сүйікті тұлғасы болғандықтан Жәңгір хан патша тарапынан, яғни Ресей империясының тарапынан бірінші дәрежелі әулие Анна деген орденмен марапатталған болатын. Және де Қазан қаласында Жәңгір ханның Мұхтасар әл-Фикхаят деген еңбегі жарық көрді. Яғни бізде сұрақ болды.
Қазақстан тарихында кім бірінші дәрежелі әулие Анна деген орденмен марапатталсеңіздер, осы Жәңгір хан марапатталған болатын. Ал Қазақстан тарихында кім Мұхтасар әл-Фикхаят деген еңбегі жарық көрді десеңіздер, осы Жәңгір ханның осындай еңбегі жарық көрген болатын. Енді зайырлы мектептер және оқу орындары Қазақстан жерінен кеңінен ашыла бастады. Қараңыздар, 1813 жылы Омбы қаласында, 1825 жылы Орынбор қаласында әскери училищелер ашылды. Енді бұны не үшін өтіп отырық десеңіздер, өйткені сол кезеңде Омбы, Орынбор сияқты қалалар Қазақстан құрамында болған болатын. Яғни 1813 жылы Омбы қаласында, 1825 жылы Орынборда жаңа әскери училище ашылды. Кейін Омбыдағы әскери училище бізде Сібір кадет корпусы, Орынбордағы әскери училище Неплюев кадет корпусына ауыстырылған болатын. Және де осы кадет корпусында оқыған, яғни Омбы кадет корпусын бітірген бұл белгілі қазақтың ғалымы Шоқан Уәлиханов болған. Енді осындай кадет корпустарда, Неплюев кадет корпусында, Омбы кадет корпусында негізінен шенеуніктер мен аудармашыларды даярлаған болатын. Бізде сұрақ болды. Осы Сібір және Неплюев кадет корпусында кімдер даярлады десеңіздер, шенеуніктер мен аудармашыларды даярлаған болатын. Кеттік. Енді 1853 жылы, құрметті оқушылар, бізде Орынбор қаласында оқу мерзімі 7 жылдық жаңа үлгідегі мектеп ашылды. Прикиньте, медреселерде 4-ақ жыл оқытады ғой, 4-ақ жыл. Енді жаңа үлгідегі уже 7 жылдық жаңа үлгідегі мектеп Орынбор қаласында қашан ашылды десеңіздер, 1850 жылы ашылған болатын. Окей. 1861 жылы Тройц деген қала бар. Осы Тройц деген қалада орыс қазақ мектебі ашылған болатын. 1879 жылы Торғайда алғашқы 2 сыныптық орыс қазақ мектебі пайда болды. Оппа! 2 сыныптық орыс қазақ мектебі алғаш рет қашан пайда болды десеңіздер, Торғай қаласында 1879 жылы. Ал 1883 жылы Орынбор қаласында қазақтарға арналған, кімдерге арналған? Қазақтарға арналған мұғалімдер мектебі тұңғыш рет ашылған болды. Енді ойлаңыздар, бізде новыйдан мектептер ашылып жатыр. Ол мектептерге тек қана оқушыларды оқытатын оқушы ғана емес, сондай-ақ ұстаздар қажет қой. Сол ұстаздарға даярлайтын, ұстаздарға үйрететін не ашу керек болды? Мұғалімдер мектебі ашу керек болды. Сондықтан да тұңғыш рет мұғалімдер мектебі қашан ашылды десеңіздер, тұңғыш рет мұғалімдер мектебі 1883 жылы Орынбор қаласында ашылған болатын. Және де 1883 жылдағы Орынбордағы мұғалімдер мектебін ашуға кім үлес қосты десек, Ыбырай Алтынсарин үлес қосқан болатын. Енді 1885 жылда барлық уездерде ауыл шаруашылық мектебі ашылған болады. Өйткені білесіздер, қазақ халқы өзі малға, жер игеруге өте бейім халық. Сондықтан да оларды жаңағындай ауыл шаруашылығы білімін одан сайын үйрету үшін, сол салада білім алып, диплом алу үшін 1885 жылы әртүрлі ауыл шаруашылық мектептер ашылған болатын. Ал уже 1892 жылдан бастап қазақ балалары үшін ауылдық көшпелі мектептер ұйымдастырылды. Жақсы, бізде сұрақ болады, көшпелі мектептер қашан ұйымдастырылды десеңіздер, 1892 жылдан бастап жауап береміз. Енді құрметті оқушылар, мынау қазақ жерінде өзі Омбы деген керемет жүр. Омбы деген білім иісінің қайнап тұрған негізі қайнар көзі болған болатын. Яғни қайнар көзі, тіпті Смағұл Садуақасовтың өзі айтқан болатын. Омбы уезі Қазақстанның ең ірі ағартушы аймақтарының бірі болды. Суреттегі назарда тұрсаңыздар, бұл суреттегі бізде Омбы қаласы болған болды. Және Омбы қаласы бүкіл Қазақстан үшін ең әйгілі білім орталықтарының бірі болды. Енді әлбетте қазір Омбы қаласы бізде Қазақстанның құрамында емес, десек те қазір Қазақстанда ең мықты білім бойынша облыс десеңіздер, бұл Павлодар облысы деп жауап береміз. Өйткені Павлодар облысы қазір өзі 140 бал шықты. Павлодар облысында өте көп олимпиада чемпиондары шықты. Білім саласының олимпиада чемпиондары осы Павлодар облысынан шыққан болатын. Жақсы, дальше. 1789 жылы бізде Азия мектебі ашылды, және Азия мектебі бұл отаршыл аппарат үшін шенеуніктер кадрларын даярлайтын айналысқан болатын. Бізде сұрақ болды, отаршыл аппарат үшін шенеунік кадрлар даярлаумен айналысқан мектеп десеңіздер, Азия мектебі де жауап береміз. 1872 жылы мұғалімдер семинариясы ашылды. Омбыда және Көкшетау мен Ақмолада қазақ балалары үшін интернаттар ашылған болатын. Ал 1882 жылы Омбыда техникалық училище ашылған болатын. Осы техникалық училищеде тіпті Әлихан Бөкейхановтың өзі оқыды. Қараңыздаршы, міне Азия мектебі, одан кейін мұғалімдер семинариясы, одан кейін техникалық училище, осының барлығы бізде Омбы қаласында ашылған болатын. Омбы қаласы осы кезде білім саласына өте қатты үлес қосты деп айтсақ болады. Енді мына бір кестеге назар аударатын болсақ, құрметті оқушылар, мына кестеде
қазақ жастарының, енді қараңыздар, қазақ жастары мектепте оқып жатыр, медреселерде оқып жатыр, кейін енді олар жоғарғы оқу орнын оқу керек қой, жоғарғы оқу орны дегеніміз университеттер, институттар. Енді осы кезде қазақтың сен тұр мен атайын деген жастары қай жерде оқиды, қандай университетте оқиды десеңіздер, қараңыздар. Өкінішке орай 19 ғасырда, 20 ғасырлардың басында бізде әлі университеттер болмаған. Университет Қазақстанда ең алғаш 1928 жылы ашылады. Енді қараңыздар, осы кезде біздің қазақ жастары, Әлихан Бөкейханов бастаған, Ахмет Байтұрсынов бастаған, олар не істеу керек болды? Басқа қалаларға барып, университеттерде оқу керек болған болатын. Сол кезде қазақтардың көбісі оқыған қалалар десеңіздер, бұл Санкт-Петербург, Қазан, Мәскеу, Томск, Саратов, Варшава, Стамбул, Бомбей деген Индия ғой вообще, Каир, Тарту және Киев сияқты қалаларына дейін бару керек болды. 19 ғасыр мен 20 ғасырларда Қазан деген қаланың өзінде 100-ге жуық қазақ жастары білім алған болатын. Енді осы кезде Санкт-Петербург деген университет бар, қазірдің өзінде олар сұмдық университет болып саналады. Осы Санкт-Петербургтағы заң деген факультетін алтын медальға бітірген бізде 2 қазақ бар. Оның біреуі Мұстафа Шоқай болса, екіншісі Тұрлыбаев болған болатын. Бізде сұрақ болды, Санкт-Петербург университетінің заң факультетін алтын медальмен бітірген кім десе, Шоқай мен Тұрлыбаев деп жауап қатамыз, құрметті оқушылар. Енді мынау тарихи тұлға мына жақты оқыды, мынау тарихи тұлға мына жақты оқыды деген бізде кітапта ұзын не бар, текстері бар. Ол тексттерді оқығанда немесе сіздерге түсіндіргеннен пайда жоқ. Лучше мен сіздерге осыны бір кесте жайдайындап қойдым, қараңыздар. Бұл кестеден қарайсыздар да оқып жаттап алсаңыздар болады. Мысалға бізде мынандай сұрақ болады, Әлихан Бөкейханов қай институтты бітірді десеңіздер, Әлихан Бөкейханов бізде Санкт-Петербургтағы Орман институтын бітірді. Жақсы. Санжар Асфендияров қайда бітірді десеңіздер, Санжар Асфендияров бізде Санкт-Петербургтағы әскери медицина академиясын бітірді. Ал Жаһанша Досмұхамбетов мысалға Тарту университетінің заң факультетін. Гүлсім Асфендиярова деген қыз баламыз Петербургтағы әйел медицина институтын бітірді. Нұржанов міне Киев институтының заң факультетін бітірген болатын. Міне, осы тарихи тұлғаларды бір қарап алыңыздар, бір жаттап алыңыздар, себебі осыған байланысты енді бізде А деңгейлі, Б деңгейлі, С деңгейлі сұрақтары келіп жатады. Міне, құрметті оқушылар, үлкен алпауыт тақырыпты қысқа нұсқа тайға таңбасын басып сіздерге түсіндіре алдым деген ойдамын. Бүгінгі видео сабағымыз осымен тамам. Сіздермен бірге болған Әлібек ағай. Келесі видео сабақта кездескенше қош аман саулықта жүздесейік.